Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, қазіргі кезде хит торттардың бірі муссовый 3 шоколада тортын дайындаймыз. Бұл торттың ерекшелігі құрамында сливки қолданбаймыз, қаймақпен жасаймыз. Маралмен бірге болыңыздар. Тортты жасау үшін бізге сүзілген қаймақ керек болады. Мен оны бір күн бұрын кештен бастап дайындадым. Сүзгішті ыдысқа қойып, марляны 2-3 қабаттап төсеп, қаймақты салып алдым. Бұл жерде мен 20%-дық президент қаймағын 1 литрін марляға салып, бетін марльмен жаптым. Және холодильникке бір түнге салып қойдым. Қаймақтың барлық сұйықтығы ағып, қою массасы қалу керек. Сүзгішіміз ыдысқа тимей тұруын қадағалаңыздар. Бисквит дайындау үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Алдымен құрғақ заттарымызды араластырамыз, яғни ұн, какао, қопсытқыш үшеуін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Миксерлейтін ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, тұзымыз бен құмшекерімізді қосып, миксердің ең жоғарғы жылдамдығында 3-5 минут ағарғанша миксерлейміз. Сүт пен майды пешке қоятын ыдысымызға салып, жай отқа қоямыз. Жұмыртқалы массамызға 2 этапқа бөліп, құрғақ заттарымызды қосамыз, және де күрекшенің көмегімен абайлап жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Бұл кезде бізде пеште сүт пен майымыз қайнатуға дейін апаруымыз қажет. Оларды ыстық күйінде жалпы массамызға 2-ге бөліп, қосып араластырамыз. Бұны да абайлап жоғарыдан төмен қарай араластыруымыз қажет. Дайын болған қамырымызды диаметрі 22 сантиметрлік формаға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құямыз және қызып тұрған пешке 180 градусқа 25 минутқа пісіріп аламыз. Мусс дайындау үшін бізге желатин қажет болады. Менде осындай халал желатин құрғақ күйінде ыдысымызға салып, 3 бірдей муссымызға бірден желатин дайындап қоямыз. Салқын судан құйып, қасықпен жақсылап араластырып, 20 минутқа бұқтыруға қойып қоямыз. Піскен бисквитімізді жақсылап суытамыз. Сонан соң осындай кольцоның көмегімен кесіп аламыз. Менің кольцомның диаметрі 18 сантиметр. Сонан соң беткі жағын пышақтың көмегімен кесіп алып тастаймыз. Ол бізге қажет болмайды. Мусс дайындау үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. 3 түрлі шоколад қажет болады. Менде Калибаут шоколады. Бұл кезде натуральный шоколад қолданғандарыңыз дұрыс. Тортымыз тұратын ыдысымызды дайындап аламыз. Подложкамыз қатты болу керек. Оған кольцо қойып, оның ішіне ацетатный пленканы төсейміз. Ацетатный пленкамызды сулап жапсырсаңыздар, әдемі болып жабысады. Сонан соң кожамызды салып, дайындап қоямыз. Мусстың бірінші қабатын дайындаймыз. Жұмыртқаның сарысын, сүтті, құмшекерді бір ыдысқа салып, араластырып, сулы моншада сәл қоюланғанша ұстаймыз. Немесе сіздерде термометр бар болса, 80 градусқа дейін апарамыз. Ыстық күйінде темный шоколад қосып араластырамыз. Және шоколадымыз толығымен еріп кеткен соң, желатинімізді микротолқынды пеште ерітіп, қосып барлығын араластырамыз. Сметананы біз холодильниктен 1 сағат бұрын алып, 3 бірдей бөлікке бөлеміз. Менде әрқайсысы 250 граммнан шықты.
Жақсылап миксердің жоғарғы жылдамдығында 3 минуттай миксерлейміз. Және де 2 этапқа бөліп, шоколадты массамызды қосып венчикпен араластырамыз. Бұл жерде венчикпен араластыру маңызды. Сол кезде бізде әдемі бір текті мусс шығатын болады. Дайын муссты корждың үстіне құямыз және морозильникке келесі муссымыз дайын болғанша сала тұрамыз. Басқа мусстардың дайындалу жолы бәрі бірдей, тек шоколадтары өзгереді. Бірінші молочный, сонан соң ақ шоколад. Молочный шоколадпен дайындалған муссымызды құямыз және морозильникке саламыз. Келесі ең бетінен белый шоколадпен, яғни ақ шоколадпен дайындалған муссымызды құйып, холодильникке 8 сағатқа салып қоямыз. Егер мен сияқты асығыс болсаңыздар, 2 сағатқа морозильникке салып алсаңыздар болады. Менің тортым морозильникте 2 сағат тұрды. Сонан соң пышақпен, кольцомен ацетатный пленканың арасынан өтеміз. Кольцоны алып тастап, пленканы шешеміз. Тортымызды осылай қалдырсақ болады, бірақ мен қара шоколадпен сливкиді микротолқынды пеште ертіп алдым. Содан соң суытып, осылай торттың жан-жағына құйып патеки жасадым. Және өз қалауымыз бойынша жидектермен сәндеп шықтым. Және де достар, менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен мусты торттардың рецептісімен бөлісетін боламын. Біздің әйгілі 3 шоколада тортымыз дайын. Ол өте нәзік, дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Маралмен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Жақсылықта кездескенше сау саламат болыңыздар.